Көшенің аты қандай? Тоқмағамбет. Тоқмағамбет. Тоқмағамбет жайлы өзіңіз не білесіз? Кім деп танисыз? Қандай тұлға деп білесіз? Тоқмағамбет жазушы. Ақын жазушы. Көшенің аты қандай? Асқар Тоқмағамбет. Тоқмағамбет. Тоқмағамбет жайлы өзің не білесің? Ондай көп біле бермеймін. Бір сұрақ қойыңызшы, айып етпесеңіз. Көшенің аты қандай? Асқар Тоқмағамбет. Тоқмағамбет. Асқар Тоқмағамбет жайлы өзіңіз не білесіз? Кім деп танисыз? Соны айтыңызшы. Асқар Тоқмағамбет. Білмедім. Білесіз? Көшенің аты қандай? Қарамайыз, жан-жаққа қарамайыз. Қазбек би. Ошақтықсыз. Ой, апа. Бәрі асығыс, бәрі үсігіс. Тоқмағамбет жайлы өзіңіз не білесіз, айтып бересіз бе? Қандай тұлға деп танисыз? Ойбай, мен де білмеймін, мен де жатыр, бүгінгі адам шықты. Қай жақтан келдіңіз? Шымкенттен. Көшенің аты қандай? Тоқмағамбет. Тоқмағамбет жайлы өздерің не білесіңдер? Шық серьезно ұмытқандым. Ұмытқандың ба? Иә. Қашан есіңе түсіресің? Ертең. Көшенің аты қандай осы көшенің? Тоқмағамбет. Өзіңіз Тоқмағамбет жайлы не білесіз? Қандай тұлға деп танисыз? Аяқ астынан қойдың ғой. Көшенің аты қандай? Асқар Тоқмағамбет жайлы өзіңіз не білесіз? Асқар Тоқмағамбетов ақын, жазушы. Оның жазбалары түрлі газет басылымдарында жарық көріп, фельетондары мен өлеңдері сан рет жеке кітап болып шыққан. Ол қазақ әдебиетіне елеулі үлес қосқан жан. Қаладағы осы көшеге ақын, жазушы Асқар Тоқмағамбетовтың есімі берілген. Тарихи тұлғаларымызды танып жүрейік.